Сәлем достар, сіздермен бірге Венера. Бүгін біз сіздермен бисквитті жасауды үйренеміз және содан бисквитті торт жасаймыз. Ең алдымен 5 жұмыртқаны ағы мен сарысына бөліп аламыз. Ағын құятын ыдысымыз өте таза, құрғақ болу керек. Егерде кішкене оған май немесе су тамып кететін болса, біздің белогымыз көтерілмей қалады. Осылай белокты қант қоса отырып, жақсылап аударған кезінде төгілмейтіндей дәрежеге дейін миксерлеп аламыз. Содан кейін сарысына да қант қоса отырып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Кейін ағы мен сарысын бірге осылай араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызға 2 шай қасық разрыхлительді қосып араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға бөліп 2-3 мәртеден елекпен өткізіп отырып саламыз. Араластырып, дайын тұрған формамызға құйып, 180 градус пешке 30-35 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындау үшін сливки мен творожный сырға сахарный пудраны қоса отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Бисквитіміз пісіп шықты. Осылай пышақпен жан-жағын формадан ажыратып алып, абайлап формадан босатып аламыз. Мен өте биік торттарды жақсы көрем, сондықтан да мен осындай бисквиттен екеуін пісіріп алдым. Енді бисквитті оңай және тез бөліктерге бөлу үшін осындай лайфхакты қолдансаңыздар болады. Бірінші пышақпен жан-жағын осылай жүргізіп алып, содан кейін кәдімгі жіпті арасына салып, осылай бір-біріне бүктесек, тегіс оңай кесіліп шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Алдын ала дайындап қойған сироппен осылай пропитка жасаймыз арасына. Содан кейін кремімізді жағып шығамыз. Пропиткасы кәдімгі қант пен судың бірге бір қатынасындай болады. Енді торттың сыртын тегістейтін кремімізді дайындау үшін керекті заттар сары май және қант ұнтағын екеуін жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Сосын творожный сыр қосамыз және бұны да бірге миксерлеп аламыз. Бір келкі масса шыққаннан кейін өзімізге керекті түсімізді, яғни красительді қосамыз және араластырамыз. Сонымен біздің тегістейтін креміміз дайын. Ары қарай видеодағыдай тортымызды тегістеп, әсемдеп шығамыз.
Достар, осымен біздің тортымыз дайын болып қалды. Тортымыз өте дәмді, өте тәтті шықты. Арасына жағылған пропиткасының арқасында торт құрғақ емес, өте нәрлі болып шықты. Сіздер де осы тортты менімен бірге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өйткені торт шынында да өте тәтті болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен бұл тортты әкемнің туған күніне жасадым. Сондықтан да оформлениесін өлең жолдарымен әсемдеп шықтым.